Барша қазақстандықтар тезірек көріп сақ болсын. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып ұнатпаңыз. Қазгидромет синоптиктері көктем мезгілінің наурыз-мамыр айларына арналған ауа райы болжамын ұсынды. Қазақстан және шетел жаңалықтарын бірінші болып біздің арнамыздан бақылап отырыңыз. Қазақстан аумағы бойынша 2024 жылы көктем айларына арналған маусымдық ауа райы болжамы. Наурызда Қазақстанның солтүстік облыстарында қысқы мезгілінде суық ауа райы күтіледі. Қар жиі жауып, бұрқасын болады. Елдің солтүстік, орталық және шығысында бірінші онкүндікте ауа температурасы күндіз 2-7 градус көрсетіп, жылымық сезіледі. Ал Қазақстан оңтүстік батыс өңірлерінде наурызда жауын-шашын, ауа температурасы түнде 0-10 градус болады. Сәуір және мамыр айларында республиканың басым бөлігінде ауа температурасы нормадан 1 градус жоғары болады деп күтіледі. Тек мамырда елдің солтүстік батыс жартысында температура фон нормаға шамалас болады. Сәуір айында республиканың басым бөлігінде жауын-шашын климаттық нормаға сәйкес, солтүстік батыс аумағында нормадан аз болады. Видеомыз кеңінен таралған барша қазақстандықтар хабардар болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.